Салам баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Азғантай вақтыңызды алатын, үйдегі бар заттардан дайындалатын, көп көлемде болып шығатын печеньяның рецептісімен бөліспекшімін. Алдымен айранымызға жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне ас содасы, қопсытқышымызды саламыз. Енді жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алдық. Енді сұйық майды құямыз. Жақсылап оны да араластырып алған соң, ұнды салып, оны да жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Достар, мен астында описание бөлімінде қандай заттар қажет болатындығын жазып кеткен болатынмын. Сол жерден қажетті заттарды көрсеңіздер болады. Міне, қамырымыз да дайын болды. Енді екі бөлікке бөліп алып, бір бөлігін шетке алып қойып, бір бөлігін осылайша жайып, үстіне жұмыртқа сүреміз. Жұмыртқамызды осылайша бәр жағына жағып шығамыз. Жұмыртқаның үстінен құмшекерді сеуіп шығамыз. Бәр жағына құмшекерді сеуіп болған соң, оқтаумен тағы да бір-екі айналдырып жібереміз. Енді осылайша печеньямызды төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Кесіп дайындап алған печеньяларды қызып тұрған печкамызда қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарийларыңызды жазып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Алда әлі оңай рецептер шығатын болады. Міне осылай төрт бұрышты етіп печеньямызды кесіп аламыз. Міне печеньямыз да дайын болды, пісіп шықты, ісіп, жұмсақ болып, балдарға да, өзіңізге де шаймен ішуге ұнайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйдегі бар заттардан қолжетімді дайындалатын печенья. Ас болсын.